Енді быйылдан бастап қауіпсіздік мәселесіне ерекше назар аударылып отыр. Жалпы федерация тарапынан да, төрешілер тарапынан да бір көрініс көріп қалдым. Төрешінің атын айтсақ болатын шығар. Манарбек ағамыз осындай қағысты, соғысты болдырмауға тырысады екен. Алаңның ішінде балаларға басу айтып, жалпы қызбаланып кетуден сақтайды екен. Сондай төрешілер көбірек керек па дегенде ой келеді арасында. Енді Манарбектің төрешілікке дегеніміз, бұл төрешілікте өзі Манарбек неше жыл ойнаған, Әулиеата клубында ойнады ғой. Бұл өзі именно қорғаушы ойнаған. Бұл ережеде өзі қорғаушылар деген ережені жетіп біледі деп ойлаймыз. Қазіргі жүрген Манарбек мысалға Дүйсенбиев қорғаушы болып Әулиеата клубында неше жыл ойнап, осы былтырдан бері Зейнет емес, енді жаңағыдай орын жастарға бергеннен кейін төрешілікке өтіп жүр. Қазір жаңа өзің айтқан Манарбектің ескерту беріп атқаны себебі өзінің ойын тәжірибесінде көрген қателіктерін, сондайларды аңғарғаннан кейін сол болдырмау үшін.